Энергияның сақталу заңына арналған есептер шығару жалғастырамыз. Номері 96 есептен бастаймыз. Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда қатаңдығы 1 килоньютон бөлінген метр серіппені 3 сантиметрге жиырғанда массасы 45 грамм снарядтың горизонталь бағытта ие болатын жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып алайық. Номері 96. Қатаңдығы К тең болады 1 килоньютон бөлінген метр. Ол серіппені дельта X 3 сантиметрге сығамыз. Или, бұны қалай алсақ болады? Метрмен алайық. Давайте бітек. 3 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі метр деп алайық. Дәрежемен ала берейік. Массасы 45 грамм снаряд. М тең болады 45 грамм, немесе 45 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Енді осы снарядтың жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр? В белгісіз. Мысалы, мынау бізде жаңағы ойыншық тапанша деп ойлайық. Міне, ойыншық тапаншамыз. Мына ішінде пружина тұр. Мына жерден бастап алайық. Мына жерден бастап бізде міне серіппе сығылып тұр. Басында бұл серіппе ұзындығын, мысалы басында бұлай тұрған, біз ол тапаншаны оқтаған кезде бұлай серіппе сығылады. Міне бастапқыда ұзындығы мына жерде тұрған деп ойлайық, сығылады. Сөйтет дағына ол 3 сантиметрге сығылған айтып қойған. Оның қатаңдығы 1 килоньютон бөлінген метр екен. Енді осы серіппенің алдына біз мынандай бір оқты әкеп қойып қоямыз. Міне массасы М оқ. Бізде оны снаряд деп айтып қойған есептің берілгенде. Сонда біз не байқап жатырмыз? Басында серіппе тып-тыныш тұрған, атылмай тұрған кезде біз оны атуға дайындаймыз. Пистолет былай тартып оқтаймыз. Сол кезде біз пружинаны артқа қарай жиырамыз, сығамыз. Пружина 3 сантиметрге сығылды. Демек, серіппе сығылған кезде ода потенциалдық энергия пайда болады. Серіппе сығылған кездегі потенциалдық энергия Е потенциалдық тең К дельта X-тің квадраты бөлу 2 деген формуламен анықталады. Серіппе сығылды. Енді біз ол серіппені тапаншаны атқан кезде, мына жиылып тұрған серіппе атқан кезде, мына серіппе қайттан бұрынғы орнына қайтып келеді. Сол кезде серіппе қайттан бұрынғы орнына келемдеп, алдында тұрған мына снарядты алға қарай итере бастайды. Демек, мына серіппе снарядты алға қарай итере бастайды, сөйтіп өзінің бұрынғы орнына қайтып келеді. Бұрынғы орнына қайтып келгенде ол уже сығылмайды, уже потенциал энергиясы нөлге тең болады. Енді бағана жинаған мына потенциал энергия қайда кетеді? Ол мына снарядқа беріледі. Массасы М оққа, ол осы өзінің энергиясын беріледі. Сол кезде оқты мына снарядты серіппе алға қарай итеріп, үдетіп, жылдамдығын арттырып, максимально мына тапаншаның басынан шыға берісте бұл өзінің максимал жылдамдығына жетіп үлгереді. Мына жерде оның жылдамдығы 0 еді. Атқан мезетте жылдамдығы 0 еді. Ұшып шыққан мезетте, бастапқыда 0 тұғын жылдамдық, ұшып шыққан мезетте ол қандай да бір В деген максимал жылдамдық алып үлгереді. Демек, мына оқта жылдамдығы бар болса, демек, ода кинетикалық энергия бар деген сөз. М В квадрат бөлінген 2. Енді бұл кинетикалық энергия қайдан пайда болды мына оқта? Ол энергия бастапқы мынау пружинаның серіппенің жинаған потенциалдық энергиясын алып тұр. Сонда серіппе қанша джоуль потенциалдық энергия жинайды, сол энергияның барлығын ол оққа береді. Сол оқ, сол энергияға қарап, қандай жылдамдықпен ұшатыны анықталады екен. Сонда энергияның сақталу заңы бойынша басында оқта кинетикалық энергия жоқ болатын тұғын. Басында тек қана серіппеде потенциалдық энергия ғана бар. Серіппе бұрынғы орнына қайтып келді, мысалы пистолетті қайтып сызассақ, мына оқ уже ұшып бара жатыр қандай да бір В жылдамдықпен, серіппе уже міне, қалай сыздық міне, уже серіппе бұрынғы орнына қайтып келді. Сығылып тұрған еді, қазір бұрын қалпына қайтып келді. Серіппеде енді потенциал энергия жоқ, зато оқта кинетикалық энергия бар. Сонда мына кинетикалық энергия мына серіппенің потенциалдық энергиясын алған болып тұр. Сонда энергия серіппеден мына оққа берілген болып тұр. Сонда энергияның сақталу заңын kx квадрат бөлінген 2, мына жерде дельта x деп жаздым ба, тең m v квадрат бөлінген 2-ге деп теңестіре салуға болады. Осы жерде 2 мен 2 кетеді. Бізге v-ны табу керек.
массаны арғы бетке өтетін болсақ, астына бөлініп кетеді. Сонда v квадрат тең болады kx квадрат бөлінген m болып шығады. Енді квадраттан құтылу үшін бәрін түбірге ала саламыз. Сонда v тең болады түбір астында kx квадрат бөлінген m. Енді осы есепті аяғына дейін шығарайық. Массамыз 45 грамм еді. 45 көбейту оның минус 3 дәрежесі килограмм. Так, К 1 килоньютон бөлінген метр. Кило деген ол 1000 деген сөз. Сонда 1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ньютон бөлінген метр деген сөз. Так, 1 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. X 3 сантиметр. 3 сантиметрді квадраттайтын болсақ, 9 көбейту 10-ның минус уже 4 дәреже болып кетеді. 3 көбейту 10 минус 2 дәрежесі, 9 көбейту 10 минус 4 дәрежесі болып кетеді. Так, енді не істейміз? Қысқаратындарын қысқартайық. Давайте бүйтейік. 10-ның минус 3 дәрежесін үстіне лақтырайық. Минус 3 дәреже үстінен шыққанда плюс 3 болып барады. Сонда мына плюс 3 пен плюс 3 қосылады тағыны плюс 6 болады. Плюс 6-дан минус 4 дәреже қысқарады. Сонда бізде плюс 2 дәреже қалайын деп тұр үстінде. Так, мына 10-ның 2 дәрежесі қалайын деп тұр. Үстінде 9 қалды, астында 45 қалды. Енді 45 пен 9-да бір-бірімен қысқа бетесі саққа етеді. Сан аз ғой. 9 көбейту 2 дәрежесі ол 900 деп ала салайықшы. Тең. Просто 900 бөлу 45 деп ала салайықшы. Болды, ары қарай калькулятормен бөле салайын. 900 бөлу 45. 20. 20 түбірастан примерно 4,5 шығу керек. 4,47 метр бөлінген секунд. Сонда біздің жауабымыз примерно 4,5. Бұны да бұлай жоқтай салайық. 4,5 метр бөлінген секунд деп айта саламыз. Келесі есебіміз номері 97. Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған кездегі серіппесінің қатаңдығын 2 есе арттырғандағы оқтың жылдамдығы қанша есе өзгереді деп сұрап жатыр. Бұл есепті шығарудың ең оңай жолы мынау. Так, номері 97. Біз бағана жазып алдық, энергияны сақтау жағын жаздық. Тапаншаны біз оқтаған кезде біз серіппеге потенциал энергия бердік. Kx квадрат бөлу 2 деп. Сосын оны атқан кезде ол энергия оқтың кинетикалық энергиясына кетеді. Сонда оқтың кинетикалық энергиясы mv квадрат бөлу 2 мына энергиядан алған болып тұр. Дельта x демек, просто x дейсің пока. Ала берсек осылай. 2 мен 2 қысқарады. Осы жерден v-ны табу үшін массаны ар жаққа бөліп жіберемін. Сонда v тең болады. Или v квадрат деп жаза тұрайын пока. Kx квадрат бөлінген m. Енді квадраттан құтылсақ, мынақта x-та да квадрат бар. Квадраттан құтылатын болсақ, былай жазуға да болады. V тең болады. K мен m түбір астында қап кетеді. Түбірдің сыртына мына x шығып кете алады екен. Мына x түбірдің сыртында тұр. Сонда біздің мына v жылдамдығымыз түбір астындағы k-ға тура пропорционал. K бөлшектің үстінде тұр, мына v үстіне тұрса тура пропорционал, ал жылдамдық массаға уже кері пропорционал. Бірақ k-да массада түбірдің ішінде x түбірден бірақ шығып кеткен, өйткені ода квадрат бар, түбірден шыға алады өзі. Сонда бізге айтады, егер қатаңдық 2 есе артса, сонда жылдамдық түбір астындағы k-ға тура пропорционал. Сонда қатаңдық қалай өзгерсе, жылдамдық соның түбір астына өзгереді деген сөз. Тура пропорционал. Артса артады, кемісе кемейді, тура деген сол. Сонда қатаңдық 2 есе артса, жылдамдық k-ның k 2 есе артты ғой. Жылдамдық сонда түбір асты 2 есе артады деп айта салуға болады екен. К түбірдің астында. Сонда жауабы түбір асты 2 есе артады деп айта саламыз болды. Келесі есебіміз номері 103. Массасы 120 грамм хоккей шайбасы 15 метр секунд жылдамдықпен қақпа торына соғылды. Тор шайба бағытымен 5 сантиметрге созылды. Қақпа торында пайда болған серпімдік күшінің орташа мәні қандай деп сұрап жатыр. Бұл жерде серпімдік күшінің максимум мәнін сұрап жатқан жоқ, орташа мәнін сұрап жатыр екен. Енді осы есепті шығарып көрейік. Номері 103. М тең болады 120 грамм. Масса килограммға айналдырсақ 0,12 килограмм. Так, 15 метр секунд жылдамдықпен келе жатыр екен.
енді торды да как резина ретінде, как серіппе ретінде қарастыра береміз ғой. Бұл жерде x тең болады, или дельта x тең болады 5 сантиметрге созылған туралы айтқан. Так, енді айтады бізге метрге айналдырайық, 0,05 метр. Қақпа торында пайда болған серпімділік күшінің орташа мәнін тап деп жатыр. F орташа. Так, шайба ұшып келе жатыр. Шайбада кинетикалық энергия бар. Міне 15 метр секунд жылдамдықпен келе жатыр. Ол қақпаны созады. Қақпаға тиген екен, қақпаны созып барып, ол бір кезде тоқтайды. 5 сантиметрге дейін созылған. Сөйтіп ол тоқтаған, демек бұл тоқтаса, кинетикалық энергиясы оның уже нөлге тең деген сөз. Бұл кинетикалық энергия шайбаның қайда кетеді? Ол мына серіппені созған кездегі, жалпы қақпаның торын созған кезде, қақпа торының потенциалдық энергиясына жұмсалады. Сонда мына кинетикалық энергия мынаның потенциалдық энергиясына ауысып кетті, беріліп кетті сразу. Сонда потенциалдық энергияның формуласы kx квадрат бөлінген 2, кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Осы жерден бізге негізі күш керек. Мына арадан біз қатаңдықты тауып, сосын барып күшті табуға да болады. Не болмаса сразу мына формула салайық. Мысалы, серпімділік күшінің формуласы F тең болады. Максимал мәнін жазамыз. Егер мынау 5 сантиметрге созылған бұл максимал мәні ғой, демек күштің де мынау максимал мәні болады. Сонда F max деп қойсақ болады. K дельта, бөлшек жоқ. Просто K дельта X. Осына келіп, мына жерде дельта X-тің квадрат деген сөз, бұл жерде дельта X көбейту дельта X. K мен дельта X-ті көбейтсек, ол F max-қа тең деген сөз. Сонда мына формула F, мына максимал мәні күштің көбейтілген дельта X бөлу 2 деп жазып жерсек болады. Өйткені kx дегенге біз F-ті қой жерсек болады. Тағы да 1x артылып қалады. Сонда мына тұр X-іміз тең mv квадрат бөлу 2. Міне 2 мен 2 қысқарады. Енді бізге керегі F максимал тауып алсақ, дельта X-ті бер жаққа бөліп жібереміз. F max тең болады mv квадрат бөлінген дельта X. Так, массамыз бізде 0,12. Жылдамдық 15-тің квадраты 225, дельта X 0,05. Так, осыны есептейміз. 225 көбейтеміз 0,12. Оны бөлеміз 0,05-ке. 540 шықты. Ньютон. Анау торға шайба келіп соғылмай тұрған кезде серпімділік күшінің бастапқы мәні ол 0 тұғын. Тор өз тып-тыныш тұрған тор тұғын. Енді ол 5 сантиметрге созған кезде ода пайда болған серпімділік күшінің максимал мәні 540. Бізге енді орташа мәні керек болғандықтан F орташа тең болады 0 қосу F max бөлу 2. Бастапқы мәні мен соңғы мәнін қосып 2-ке бөле саламыз, орташа мәні шыға салды. Арифметикалық ортасы былайша айтқанда. Сонда біз 540-ты 2-ке бөлеміз. 540 бөлу 2, 270. Так, 270 ньютон деп айтады екенбіз. Келесі есебіміз номері 104. 4,5 метр биіктіктен массасы 3 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда 10 сантиметрге сығылды дейді. Серіппенің қатаңдығы қандай деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып алайық. Номері 104. H тең болады 4,05. Массасы 3 кг. Так. 10 сантиметрге серіппе сығылады екен. Сонда дельта X тең 10 сантиметр. Енді бізден серіппенің қатаңдығын сұрап жатыр. К. Белгісіз. Суретін сызып алайық. Мысалы, мынау біздің жердің беті. Мына жерде біздің серіппеміз орналасқан еді. Так. Енді серіппені до конца жерге дейін қатты сығаламыз деп ойлайық. Сығыла алады деп ойлайық. Басында біздің дене мына жаққа координата жүйесін құрып алайық қазір. Міне. Какой-то x ойса. Или просто h дейсіз сақталады. Какой-то h ойса мысалы. Мына жерде жердің бетін 0 деп санайық. Мынау дене мына жерде тұр. Так.
дене мына жерде тұр. Мына массасы М дене, так, дәл мына биіктікте тұр. Мына 4,05 метр биіктікте тұрған. Басында бұл осы жерден бұл құлайды. Құлап түскен кезде серіппеге түседі дағыны, мына жерге жеткенше үлкен жылдамдық алып үлгереді да, серіппені до конца сығады деп ойлайық. Серіппе сол 10 сантиметрге дейін сығылды деп ойлайық. 10 сантиметрге сығылып тоқтады. Одан да тағы да сығылуы мүмкін еді, бірақ мынау енді қандай биіктен құлайды, соншалықты серіппен сығады. Егер мынандай биіктен, азғантай биіктен түссе, бұл серіппен сәл-ақ сығылатын еді. Одан көбірек биіктен түссе, уже қаттырақ сығылатын еді. Ал енді 4,5 метр биіктен түссе, серіппені почти до конца сығады деп ойлайық. Сонда бізде мынау массасы 3 килограмм денеде қандай энергия бар еді басында? Ол басында жерден қандайдар биікте тұрған. Демек, ода бізде потенциалдық энергиямыз бар деген сөз. Ал енді ол жерге түсіп келе жатқан кезде бұл потенциалдық энергия кинетикалық энергияға айнала бастайды. Өйткені төмен қарай құлаған сайын биіктік азайып жатыр, потенциал энергия азайып жатыр, а төмен қарай құлаған сайын бұның жылдамдығы арта береді. Демек, кинетикалық энергия артады. Сонда мына бүкіл потенциал энергияны қазір кинетикалық энергия алып қояды. Бірақ ол келіп мынау серіппеге соғылады. А ол серіппені сыға бастайды, өзі бір кезде 0 метрге жете берген кезде тоқтап қалды деп ойлайық. Демек, кинетикалық энергия 0 болып қалды. Енді ол энергия қайда кетті? Ол энергия мына серіппенің сығып жатқан кездегі потенциалдық энергиясына кете береді. Сонда серіппе сығылған сайын анау мына 3 килограмм денені тоқтата бастайды. Демек, 3 килограмм дененің кинетикалық энергиясы азайып жатыр, ол энергия мына сығылып жатқан серіппеге беріліп жатыр деген сөз. Сонда бірден мынау бастапқы потенциал энергия дененің бірден мынау серіппенің потенциалдық энергиясына кетіп жатыр деп ойлауға болады. Сонда потенциал энергия анау екінші дененің потенциал энергиясына беріліп жатыр деп санаймыз. Сонда kx квадрат бөлу 2, мен мұнда дельта x деп жаздым. Так, тең болады mgh деп есепті шығара саламыз. Осы жерден k-ны табу керек. 2 ар жаққа көбейтіледі, дельта x бөлінеді. Сонда k тең болады 2 mgh бөлінген дельта x квадрат. 2 масса 3 килограмм. G-ді жуықтап 10 деп ала берейік. H 4,05. Дельта x 10 сантиметр, ол 0,1 метр ғой. Квадраттасақ 0,1 болады сонда. Так. Енді калькулятормен шығарып сайық. 2-ні көбейтеміз 6, көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 4, так. 60 көбейту 4,05 и бөлеміз 0,01-ге. Так, 24,300 ньютон бөлінген метр. Не болмаса килоньютонмен жазсақ 24,13 килоньютон бөлінген метр дейміз. Келесі есебіміз номері 105. 3,12 метр биіктіктен массасы 2 килограмм дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда орташа мәні 0,8 килоньютон серпімдік күшін тудырады. Серіппенің сығылуы қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазып алайық. Номер 105. H тең 3,12 метр. Массасы 2 килограмм. Так. Серпімдік күшінің орташа мәні 0,8 килоньютон. F серпімдік күшінің орташа мәні 0,8 килоньютон. Біз оны неге айналдыруымыз керек? Сразу ньютонға айналдырасақ, 800 ньютон бола қойсын. Серіппенің сығылуы қандай? Дельта x. Белгісіз. Бұл алдыңғы есептерде айтылған серпімдік күшінің орташа мәні, былайша айтқанда сол мына серпімдік күшінің максимал мәнінің былайша айтқанда тең жартысы болып шықты. Сонда F максимал мәніміз серпімдік күшінің. Ол бізде сонда 1600-ге тең болу керек. Өйткені серпімдік күшінің бастапқы мәні дене құламай тұрған кезде серіппе тыныш күйінде тұрды ғой, тепе-тең күйінде тұрды, ода серпімдік күші жоқ тұғын, 0 тұғын. Құлаған кезде, серіппе сығылған кезде ол қандайдар максимал мәнге жетеді. Сонда орташа мәні сол максимал мәнмен 0-дің қосып 2-ге бөлінгені. 800 шыққан. Демек, максимал мән онда 1600 деген сөз. Енді осының алдыда формуласын жаздық. Мұны
3,2 метр биікте тұрса, бұда 2 килограмм дегенде потенциал энергия бар, а ол серіппені төмен қарай түскен кезде серіппені сығады да, сол потенциал энергиясын серіппенің потенциал энергиясына береді деген сөз. Сонда серіппенің потенциал энергиясы Fx бөлінген 2, мынау F как раз сол максимал күш деген сөз. Орташаны қойып қоюға болмайды бұл жерге. Сол mgh-қа тең болады деп аламыз. Міне серіппенің потенциал энергиясы, мынау нәрсенің, дененің потенциал энергиясы. Мына потенциал энергия, мына дененің потенциал энергиясына ауысып кетті. Барлығын түгелдей бер жер. Так, енді бізден сұрап жатқаны, так, серіппенің сығылуы қандай, дельта x табамыз. Сонда дельта x тең болады, 2 көбейтіледі, 2 mgh бөлінген f. Макс деп қоя салайын. 2 көбейту 2, көбейту 10, көбейту 3,2. Мұнда 1600 ньютон. Так, 40 көбейту 3,2. Оны бөлеміз 1600-ге. 0,08 метр. Сонда серіппенің сығылуы, максимал сығылуы 8 сантиметрға тең деп аламыз. Ал енді келесі есептеріміз энергияның сақталу заңы мен импульстың сақталу заңыны араласып келген есептер болайын деп тұр. Сонда бұл жерде импульстың сақталу заңдары да бар, және энергияның да сақталу заңдары қазір орындалатын есептер болып тұр. Екі заңды да қосып қолданады екен біз. Номері 111. Массасы 2 килограмм дейді. Номері 111. М тең болады 2 килограмм. 4 метр секунд жылдамдықпен тең. Қозғалған шардың массасы 2 килограмм тынышта тұрған шармен. Сонда бізде 2 шар бар. Мынау бірінші шарымызды М1 деп алайық. Тынышта тұрған шарымыз М2 болсын. Ол да 2 килограмм. А егер ол тынышта тұратын болса, онда оның жылдамдығы просто 0-ге тең. Абсолют серпімсіз соқтығысқан. Серпімсіз деген сөз, бір шар кеп екінші шар соққанда екеуі бірге тіркесіп, бірге ары қарай қозғалып кету керек. Бір-бірінен ажырамау керек. Серпімсіз соқтығысқандағы толық кинетикалық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Кинетикалық штрих дей салайық, белгісіз. Соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергиясы екі шар бірге қозғалған кезде кинетикалық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Енді екі шар соғысқаннан кейінгі кинетикалық энергияны табу үшін біз екі шардың жалпы массасын қосамыз. Міне 2 килограмм шар 2 килограмм шарға келіп соғысады. Сонда екеуі қосылып, мына 4 килограммды беру керек. Көбейтеміз v штрихтің квадраты бөлу 2. Енді мына шарды 4 метр секунд жылдамдықпен келіп соқса, соғысқаннан кейін оның жылдамдықтары кішкене 4 метр секунд жылдамдықтан азырақ жылдамдықпен бірге ары қарай қозғалады. Сол жылдамдықты тауып әкеп мұнда қоюымыз қажет. Енді ол жылдамдықты қайда табамыз? Сонда бір дене екінші денемен соқтығысқан кезде бұл жерде кинетикалық энергияларын теңестіре салуға болмайды. Өйткені бір дене екінші денеге соғысқан кезде арасында энергия жылуға бөлініп кетуі мүмкін. Сол үшін энергия кішкене жетпей қалуы мүмкін. Соңғы энергиямыз бір дене екінші денеге соғысқан кезде жылдамдықты табу үшін ең тиімді тәсіл, в общем, алдамайтын тәсіл, ол бізде импульстың сақталу заңы. Соғысқаннан кейінгі жылдамдықты обязательно, әйтеуір бір дене екінші денеге соғыса ма, жылдамдықты табу үшін міндетті түрде бізге импульс қажет. Импульс сақталу заңымен шығарамыз. Сонда бірінші дененің массасы М1, ол V1 жылдамдықпен келеді, екінші денені тыныш тұрған денені соғады. Екінші дене тыныш тұрса, оның импульс 0-ге тең. Сонда екі дене импульсарының қосындысы сақталу керектігін, екіншісінікі 0-ге тең. Жазбай ақ қоямыз, тек біріншісін жазамыз. Енді екеуі серпімсіз соқтығысса, екеуі бір-біріне қосылып кетеді тағыны, бірге V штрих деген жылдамдықпен қозғалады. Осы жерден V штрих табатын болсақ, так, V штрих тең болады. Так, M1 V1 бөлінген M1 қосу M2 деп табамыз. M1 2 килограмм, V1 4, 2 қосу 2, 4. Сонда жылдамдық бізде 2-ге тең болып шығады. Енді екеуінде массасы бірдей. Сонда массасы 2 есе артқан болып тұр, жылдамдық сонда 2 есе кеміген болады. Жылдамдығы шықты. Екеуі қосылып 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалады екен. Енді мына энергияны таба саламыз. Сонда кинетикалық штрих тең. Екеуінің жалпы массасы сонда 4 килограмм. Көбейту екеуінің жалпы жылдамдығы 2, сонда 2-ның квадраты бөлу 2. Міне.
мына формулаға келіп салдық. Так, сонда не шығады? 2-ның квадраты 4, 16, 2-ге бөлем 8 джоуль шығады екен. Сонда екеуі соғысқаннан кейін 8 джоуль деген кинетикалық энергия алып қозғалады екен дейміз. Соғыспай тұрған кезде мынаның кинетикалық энергиясы қанша еді? Мынаның соғыспай тұрғанда кинетикалық энергияға есептейтін болсақ, mv квадрат бөлу 2 деп, мына біріншісінікін. Одан бізде 16 джоуль шығады. Мынаның кинетикалық энергиясы просто 0 джоуль. Бұл тыныш тұрған еді. Басында жүйеде 16 джоуль деген кинетикалық энергия бар тұғын. Соғыс болғаннан кейін кинетикалық энергия общий 8-ақ джоуль қап кетті. Сонда былайша айтқанда жарты энергия жылуға айналып кетіп қалған деген сөз. Сонда сразу мынаның энергиясын сразу мына энергияға теңестіріп тауып алуға болмайды екен. Сонда соғысқан кезде жылдамдық міндетті түрде импульсын сақтау заңымен анықталады. Сосын барып оның энергиясын бөлек тауып аламыз. Өйткені энергияны сақтау заңына бірден салуға болмайды, өйткені арасында жаңағындай энергия жылуларға да бөлініп кетеді екен. Сонда жауабымыз 8 джоуль деп айтып қоя саламыз. Келесі есебіміз алдыңғы есепке ұқсайтын номері 112. Массалары 1 килограмм және 2 килограмм, ал жылдамдықтары 2 метр секунд және 1 метр секунд бір-біріне қарама-қарсы қозғалған екі шардың абсолют серпімсіз орталық соқтығысуының нәтижесінде бөлініп шыққан жылуды анықтаңыз деп сұрап жатыр. Бірінші мен белгіні жазып алайын. Так, номері 112. Массалары 1 кило және 2 кило дейді. Сонда біріншісінің массасы 1 килограмм, екіншісінің массасы 2 килограмм. Жылдамдықтары сәйкесінше сонда біріншісінің жылдамдығы 2 метр секунд болып тұр, екіншісінің жылдамдығы 1 метр секунд болып тұр. V1 тең 2 метр секунд, V2 тең болады 1 метр секунд. Енді бірінші жазғанды біріншісінің жылдамдығы деп санаймыз сонда. Енді бұл екеуі бір-біріне еще қарама-қарсы қозғалып келе жатыр екен, қарсы кеп соғысайын деп жатыр. Екі шар абсолют серпімсіз соқтығысқан, серпімсіз орталық соғысқан, сонда бір линияның бойымен қозғалады деген сөз. Соғыспай тұрғанда бір түзудің бойында қарама-қарсы келе жатыр, соғысқаннан кейін де сол түзудің бойымен ары қарай қозғалыс жалғастырады деген сөз. Так, нәтижесінде бөлініп шыққан жылуды анықтаңыз дейді. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Бұл есепті шығару үшін жылуды біз Q деген әріппен белгілейміз. Ертең молекула физикада да қарастырамыз жылу мөлшерін. Екі дене бір-бірімен қарама-қарсы келіп соғысқан кезде бұлардың серпімсіз деген сөз, екеуі келіп соғысқан, біреуінің массасы, зато оның жылдамдығы үлкен. Екіншісінің массасы көп, зато оның жылдамдығы аз. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Кімнің импульсы көп болса, сол өзіне қарай өзімен бірге сүйреп кетеді ол затта. Егер екеуінің импульсы қарама-қарсы келіп соғысса, тең болып қалса, онда соғысқан жерінде екеуі бір орында тұрып қалады. Қазір қараймыз осыны. Сонда екеуі бір-біріне қарама-қарсы келеді, импульс сақтау заңы m1 v1 минус m2 v2 деп аламыз. Мен оң бағыты ретінде мына бірінші дененің бағытын ала салдым, алдына плюс қойдым. Значит, екінші оған қарсы келеді, демек ол мынаған қарсы келеді қасына алдына минус қойдым. Енді екеуі серпімсіз болғасын m1 қосу m2 v' деп табамыз. Так, бізге мына v' керек. Сонда v' тең m1 v1 минус m2 v2 m1 плюс m2 мына жақша ар жаққа бөлініп кетеді. Пока енді өздері ғана тұрғасын жақшаны қоймай қойсақ та болады. Так, m1 1 килограмм, v1 2 метр секунд, m2 2 килограмм, жылдамдық оның 1. 1 қосу 2. Бөлімінде 3. Алымында байқасақ 2, мынадан 2 шығады, 2-ден 2-ні алып тастаймыз 0. Сонда жауабымыз 0-ге тең болып шығады. Сонда екі дене бір-біріне қарама-қарсы келіп соғысқан кезде соғысқан жерінде тұрып қалған. Ал енді осылардың соғысқаннан шыққан жылу мөлшері қандай деп сұрап жатыр. Ол үшін біз бүйтеміз. 1 килограмм дене, мына бірінші дене 2 метр секунд жылдамдықпен келе жатыр еді. Демек бұда кинетикалық энергия бар. Осының кинетикалық энергиясын тауып алайық. Кинетикалық біріншісінікі тең m1 v1 квадрат бөлу 2. Так, 1 килограмм көбейту 2 метр секундпен келе жатыр еді. Квадраттаймыз. 4, 2 джоуль. Так, екінші дененікі кинетикалық 2
М2 В2-ның квадраты бөлу 2. 2 килограмм дене 1 метр секунд жылдамдықпен келе жатыр. 1-дің квадраты 1, 2-ге өтеміз 2, 2-ге бөлеміз 1 джоуль шығады. Сонда бірінші денеде 2 джоуль кинетикалық энергия бар еді. Екінші денеде 1 джоуль деген кинетикалық энергия бар еді. Сонда басында энергияның сақталу заңы бойынша E кинетикалық 1 плюс E кинетикалық 2. Жалпы жүйеде общий 3 джоуль 2, 1, 3 джоуль энергия бар еді. Енді екеуі соғысты да тұрып қалды бір орында. Енді қазір кинетикалық энергия жоқ. Жоғарыға ұшып кеткен жоқ, ешқандай потенциалға кетті деп айта алмаймыз. Бұл жерде екі шар жердің бетімен келді, бүйтіп соғысты да тұрып қалды. Ешқандай потенциал энергия жоқ бұл жерде. Енді қимылдамай тұрып қалды. Енді бұл кинетикалық энергия бір жерге кету керек қой, энергия жоғалып кетпеу керек, иә. Демек, бұл екеуі бір-біріне соғысқан кезде, ана екі шар бір-бірімен келіп соғысқан кезде кішкене температурасы көтеріліп қызуы мүмкін. Сонда жылуға кетіп қалды деп айтамыз. Сонда Q тең болады мына екеуінің қосындысына. Сонда мына екеуін қоссақ, 2 қосу 1, 3 джоуль. Сонда екі дене бір-бірімен соғысқан кезде 3 джоуль жылу бөлінген екен деп айта саламыз. Келесі есебіміз номері 113. 1,2 метр секунд жылдамдықпен қозғалған массалары 2 килограмм және 3 килограмм болатын екі дене өзара перпендикуляр серпімсіз соқтығысады. Бұл жолы екі дене бір-біріне перпендикуляр жүріп келе жатыр. Екеуі бір-бірімен 90 градус бұрыш жасап келе жатып, жолдың бір шетінде соқтығысқан. Соқтығысқаннан кейінгі олардың кинетикалық энергиясы қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазып алайық бірінші. Номері 113. В1 тең 2 метр секунд. Екіншісі де дәл сол жылдамдықпен келе жатыр екен. В2 де 2 метр секундқа тең. 1 де 2 метр секунд жылдамдықпен дейді. Массалары М1 тең 2 килограмм. М2 тең 3 килограмм. Өзара перпендикуляр дейді. Серпімсіз соқтығысқан. Соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергиясы қандай дейді. Е кинетикалық штрих дей салайын, кейінгі болсын, штрих болсын. Так, екі дене бір-біріне перпендикуляр жүріп келе жатыр. Мысалы, мына шар мына жерде тұр, мына шар мына жерде тұр, мына шар былай қарай жүріп келе жатыр. Екіншісі соған перпендикуляр жүріп келе жатыр. Мына екеуінің арасында бұрыш 90 градус. Сонда екі шар перпендикуляр келеді соқтығысып, бірге былай қарай қозғалады деп санайық. В общем айтқанда, осы жерге келген кезде екеуі бір-бірімен соқтығысып, ары қарай кетеді деген сөз. Енді энергияның сақталу заңы міндетті түрде орындалады. Егер екі вектор бір-біріне перпендикуляр болса, біз оларды сразу Пифагормен табамыз. Сонда М1 В1 квадрат қосу М2 В2 квадрат, так, квадрат сыртында. Енді квадраттан құтылу үшін бәрін түбірге аламыз ғой, тең серпімсіз болғасын М1 плюс М2 В штрих дейміз. Сонда мынау негіз былай шыққан болып тұр. Осында П квадрат тең болады П1-дің квадраты қосу П2-ның квадраты. Мына квадраттан құтылу үшін П тең болады. Түбір астында сонда П1 квадрат қосу П2 квадрат болып тұр. Міне импульс серпімсіз соғысқаннан кейінгі импульс ол мынаған тең. Сонда мынаған тең деген сөз. Енді осы жерде мен В штрихті тауып аламын бірінші. Сонда В штрих тең, так, М1 қосу М2 бөліміне түсіп кетеді. Алымында мұны түбір. Так, М1 В1 квадрат плюс М2 В2 квадрат. Так, сразу осы жерде шығара салайық. М1 қосу М2 5 килограмм. Екеуін қосаңыз 5 болады. Түбір астында М1 В1 сразу есептейік. М1 2 кило, В1 2. 2-ге 2-ні көбейтеміз. 4, 4-тің квадраты сонда 16 плюс М2 В2 3 килограмм көбейту 2. 6, 6-ның квадраты сонда 36. 3 көбейту 2, 6. 36. Так, 16-ға 36-ны қосамыз. 52, оны түбірден шығарайық. Так, бізге түбірден шығарған аша керек ба? Пока түбірден шығармай қоясақ. 16 қосу 36. Өйткені
бізге кинетикалық энергияда бәрібір квадраты бар ғой, сол үшін түбірмен сразу қысқара салады. 16 қосу 36 бізде 52 түбір астында 52 бөлу 5 болып қала тұрсын, пока v' осыған тең. Ал енді біздің кинетикалық энергияны қалай табамыз? Ол m. Так, m уже мына жалпы масса болады, екеуі бір-бірінен қосылып кетті, өйткені екі шар келіп соқтығысып, v' квадраты бөлу 2 болып шығады. Сонда e кинетикалық штрих тең, екеуінің массасы жалпы 5 килограмм, көбейту v' квадраты, v' бізде мынау, осыны мен қазір квадраттаймын. Сонда түбір асты 52-нің квадратынан 52-нің өзі шығады, ал 5-тің квадраты ол бізде 25 болады, бөлу 2. Так, 5 пен 25 қысқарады, мұнда 5 қалады, сонда 5 астына түседі, 2 көбейту 5, үстінде 52 қалады. 2-ні 5-ке 10, сонда жауабы 5-те 2 джоуль деген сөз. Так, сонда А жауабын дұрыс деп санаймыз. Келесі есебіміз номері 130. Суретте көрсетілгенде дене бастапқыда А нүктесінен тыныштықта болып, еркін жіберілді. Дене серіппеге соқтығысып, оны дельта X қашықтыққа сығып барып, Б нүктесінде тоқтады дейді. Серіппенің абсолют деформациясының шамасын табыңыз дейді. Енді бізге қажетті мәліметтің барлығы мына астында тұрған суретте көрсетілген. Сонда біздің денеміз, бірінші берілген жазылайық, номері 130. Біздің денеміз массасы 2 килограмм екен. М тең болады 2 килограмм. Ол H 6 метр биіктікте тұр. 6 метр биіктіктен еркін жіберілген. Еркін деген сөз, оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Демек, басында бұл денеде ешқандай кинетикалық энергия жоқ деген сөз. 6 метр биікте тұрғасын бұда потенциал энергия бар. Енді ол сырғанап түседі. Үйкеліс ескерілмегендіктен энергия былайша айтқанда үйкеліс күшінің жұмысына кетпейді, ешқайда кетпейді, энергия үшін сақталады деген сөз бұл жерде. Сөйтіп ол сырғанап түседі, үлкен жылдамдықпен түседі, уже потенциал кинетикалық айналады. Сөйтіп ары қарай ол барата серіппені сыға бастайды. Серіппенің қатаңдығы 30-ға тең дейді. К тең 30 ньютон бөлінген метр. Мынау енді өте аз. Серіппенің қатаңдығы жалпы слишком аз болып тұр ғой. Енді физикада енді осындай есептерде құрастырыла береді. Так, 2 килограмм дене үшін мынау өте аз. Бізге осы дельта X табу керек. Так, суретмен өзім үстіне сыза салайын, кішкене жобалатып. Міне, серіппе басында мына жерде тұрған. Міне, мынау қабырға боласасын. Сөйтіп серіппе біраз сығылады. Так, мына жерде мына денеміз тұр, массасы М. Міне, массасы М дене басында H биікте тұрған, демек бұда потенциалдық энергиямыз бар. Сразу жазбайық. MGH деген потенциалдық энергия бар бізде тең. Пока серіппе тыныш тұр, бұда ешқандай потенциал энергия жоқ. Серіппе, так, дене басында тыныш тұрған, еркін құлаған, ол еркін жіберілген. Сонда бұда ешқандай кинетикалық энергия да жоқ. Бастапқыда потенциал энергиясы бар еді, жіберіп қалған кезде бұл сырғанап төмен қарай түсе бастайды. Төмен қарай түскен сайын бұның потенциал энергиясы азайып, мына энергияны ол өзі кинетикалық энергия бере бастайды. Сөйтіп, мына етегіне жеткен кезде, мына жерге жеткен кезде, мына энергияның барлығы уже кинетикалық энергия ауысып кетеді. Сөйтеді дағыны ол үлкен жылдамдыққа жетті. Мына етегіне жеткен кезде, жерге жеткенде, ары қарай ол сол жылдамдықпен барады, серіппені сыға бастайды. Серіппені, былайша айтқанда, өзімен бірге жаңағы сыға бастайды. Енді бұл ары қарай серіппені сыға бастаған кезде өзі жаймен серіппені сығып тоқтай бастайды. Демек, кинетикалық энергиясы азаяды. Сөйтіп сығып, тежеліп, какой-то бір жерге жеткен кезде ол тоқтайды. Демек, тоқтаса мына кинетикалық энергия 0-ге тең. Бұл энергияны қаяққа жіберді? Жаңағы өзінің сығып бара жатқан серіппесінің потенциалдық энергиясына айналдырып жіберді деген сөз. Өзінің энергиясын ол мына серіппеге беріп жіберді деген сөз. Сонда басында энергия мына денеде потенциал энергия бар тұғын, жерге жеткен кезде ол кинетикалыққа кетеді. Кинетикалықтан ары қарай ол серіппенің потенциал энергиясына беріп жіберді. Тоқтады деп айтқан есептің шартында, демек бүкіл кинетикалық энергия мына потенциал энергияға айналып кетті деген сөз. Енді ортада мынаны апсап, сразу мынаға тең деп жаза салуымызға болады. Сонда MGH бізде тең болады Kx квадрат бөлінген 2-ге дейміз.
енді есепте серпе қанша сантиметрге или қанша метрге сығылған, соны тап дейді. Сонда дельта x квадрат тең 2 көбейтіледі, k бөлінеді 2 mgh бөлінген k. Квадраттан құтылу үшін біз түбірге аламыз. Дельта x тең болады 2 mgh бөлінген k. Так, k 30-ға тең. 2 масса 2 килограмм, h 6 метр. Так, жауабымыз қанша шығады сонда? Так, 10 көбейттік 60, 32, 2, 8. Жауабымыз түбірасты 8. Енді 8-ден примерно түбірастынан 2-де қанша шығады? 2-де 8 шығу керек сонда. Сонда 8-ді түбірастынан шығарғанда 2-де 8 жуықтап метр. Келесі есебіміз номері 132. Бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келіп, серпімсіз соқтығысқан екі дененің массалары 3 кг және 4 кг. Ал сәйкесінше жылдамдықтары 2 метр секунд және 1 метр секунд болса, жүйенің кинетикалық энергиясының өзгерісі қандай деп сұрап отыр. Кинетикалық энергияның өзгерісі жоқ, өзгерісі керек. Белгіні жазып алайық. Номері 132. 3 кг, 4 кг. Екі дененің массасын жаздық. Жылдамдықтары 2 метр секунд және 1 метр секунд болса, кинетикалық энергияның өзгерісі қандай болады соғысқаннан кейін дейді. Дельта Е кинетикалық белгісіз деп қояйық. Енді бұл денелер бір-біріне қарама-қарсы келіп соқтығысып жатыр. Енді қарама-қарсы келіп соғысқан кездегі екеуі серпімсіз деген сөз, екеуі бір-біріне қарама-қарсы келіп соғысып бірге қозғалып кеткен деген сөз. Жаңағы импульсын сақтау заңынан бастап жазайық. М1 В1 минус М2 В2. Мен былай алдым. Бірінші дененің бағытын оң бағыт деп алдым. Екінші дененің бағыты сол. Бірінші дене типа X осымен қозғалады. X осының бағытына, екіншісі X осіне қарсы жүріп келе жатыр. Мынау М1, мынау М2. Сонда екеуі бір-біріне қарсы келе жатып, соқтығысқан. Енді екеуі серпімсіз болғасын бір-бірімен қосылып кетеді массалары және V' деп табамыз. Маған қазір V' керек, өйткені соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергиясына табуым керек. Сол үшін бірден тауып алайын. V' тең М1 В1 минус М2 В2 бөлу М1 қосу М2. Мына жақшаға бөлемін. 3 қосу 4, 7. Так, М1 3 килограмм, В1 2, минус 4 көбейту 1. 3-те өтеміз 6, 4, 2, 2 бөлу 7 шығады. Жоқтап ала берсек, қалай болады екен? 2-ні бөлеміз 7-ге. 0,28. 8-дің артында 5 бар бірақ. 0,286 деп аласам. Так, болды. 5-тен кейін еще 7 бар. Осыған тең деп алайын. Неғұрлым дәл көбірек сан аламыз түрден кейін, соғұрлым есебіміз негізі дәлірек шығады. Так, соқтығысқаннан кейін жылдамдықты анықтадық. Енді бүйтейік, энергияның өзгерісін сұрап жатыр. Басында 3 кг дене 2 метр секунд жылдамдықпен келе жатыр еді. Демек, ол дененің бастапқы кинетикалық энергиясын тауып алайық. Е1 дейік. Барлығы кинетикалық энергиясы просто Е1 дей салайын. Тең М1 В1-дің квадраты бөлу 2. 3 көбейту 2-ның квадраты бөлу 2. 4, 2, 6 джоуль. Екіншісінікін табамын. Е2 тең М2 В2-ның квадраты бөлу 2. 4 көбейту 1-дің квадраты бөлу 2. 1, 4, 2 джоуль. Сонда, бастапқыда екі дене бір-бірімен соғыспай тұрған кезде, біріншісінде 6 джоуль кинетикалық энергия бар еді. Екіншісінде 2 джоуль кинетикалық энергия бар еді. Сонда екеуін қосқанда жалпы Е1, так, бүйтсек, Е жалпы 1 тең 8 джоуль деп жаза салайық. Жалпы бастапқыда
бізде 8 джоуль энергия бар еді. Ал енді қазір соғысқаннан кейін, или просто жалпы дей салайыншы, бір деп тағынамен шатасып кетіп жүрмейік. Просто жалпы бізде 8 джоуль энергия бар еді. Ал енді қазір соғысқаннан кейін штрих деп жазылайын оны. Штрих тең М жалпы көбейту В штрихтің квадраты бөлу 2 деп табамыз. Жалпы масса бізде 7 килограмм болады. В штрих мынау 0,286-ның квадраты. Сразу жазайын. 0,082 деп жоқтайын. Так. Жалпы бұл жерден шыққан жауап 0,287 джоуль шықты. Басында бізде 8 джоуль энергия бар еді. Қазір бізде өте азғантай энергия қалды. Демек, энергияның өзгерісі дельта Е тең болады. Бастапқы мына жалпы энергиядан аптастаймыз, соғысқаннан кейінгі энергияны 8-ден аптастаймыз, 0,287-ні. 7-де 7 жоқтап. Енді жоқтап алдық бұны. Қандай жауап бар еді? Так. 7-де, мен жоқтап 7-де 86 демек. Может, мұна арада 0,8 деп алғанда бұлай шығар ма еді? Жоқтап С жауабын дұрыс деп айтамыз. Келесі есебіміз номері 133. Суретте көрсетілгендей салмақсыз жіпке ілінген массасы 1980 грамм жүкке массасы 20 грамм оқ тиіп, жүкпен қоса 20 сантиметр биіктікке көтерілсе, оқтың жүкке тиген мезеттегі жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Мына суретті көріп тұрмыз. Сонда салмақсыз жіпке бір ауыр жүкті іліп қойғанбыз, почти 2 килограмм жүк. Сол жүкке горизонталь бағытта оқ ұшып кеп тиеді, сөйтіп жүктің ішінде қап қояды. Енді ол ұшып өте үлкен жылдамдықпен ұшып тиген кезде ол жүкті алға қарай итереді. Бірақ енді жіп оны ұстап тұр. Сол үшін ол былайша айтқанда оқ тиген кезде былай көтеріледі. Мысалы, мынау бізде жіп дейтін болсақ, мынау жүк дейтін болсақ, оқ ұшып кеп тиген кезде оны алға қарай итере бастайды. Бірге екеу алға қарай қозғалуға тырысады, бірақ ол жіпке ілініп тұрғандықтан жіп оны ұстап қалады. Сонда осылай тұрған жүк, почти 2 кило жүк. Оқ тиген кезде жоғары қарай бет көтеріледі. Сол кезде мына бастапқы күйі мына жерде тұрған болса, жоғары көтерілген кезде ол былайша айтқанда бастапқы тұрған биіктігіне қарағанда 20 сантиметрге жоғары көтерілген болып шықты. Енді егер 20 сантиметрге ғана көтерілген болса, оқ қандай жылдамдықпен ұшып кеп тиген екен, соны тап деп жатыр. Так, сразу берілген жазып алайық. Жүктікі үлкен М деп белгілесек қайтеді. Үлкен М 1980 грамм. Оқтың массасы просто 20 грамм. Осылай жаза салайын. Биіктік H 20 сантиметр. 0,2 метр деп бірден жазып қойайық. Так. Оқтың тиген кездегі бастапқы жылдамдығы V қандай еді деп сұрап жатыр. Оқтың бастапқы жылдамдығын просто V дей салайын. М оқтың массасы, V сол оқтың келетқан жылдамдығы болсын. Енді оқ жүкке кеп соғысты, тиді. Демек, бұл жерде обязательно импульсын сақталу заңы орындалу керек. Енді бұл жерде айтатын мәселе былай. Мынау бізде жүк ілініп тұрған. Ол жүк оқ кеп тиген кезде былайнан көтеріліп кетті, 20 сантиметр биікке көтеріліп кетті мына жерге. Мысалы, масса центрі мына жерде болған болса, қазір масса центрі мынау, осы биіктік бізде H-қа тең. Енді жүк жоғары қарай көтеріліп кетті, демек H биікке көтерілді 20 сантиметрге. Демек, мына жүкте потенциалдық энергия пайда болды. Бұл потенциалдық энергия қайдан келді? Оқ басында мынаған тиген кезде екеуі бірге қандай да бір жылдамдық алады. 20 грамм оқ 1980 грамм жүкке тигенде екеу қосылып 2 килограмм болып кетеді. Общий мына жерде. Сол 2 килограмм общий жүк 20 сантиметр көтерілді. Демек, потенциалдық пайда болды. Ол қайдан келді? Бастапқы мына екеуі соғысқан кезде қандай да бір жылдамдық алады ол. Сол жылдамдық алды деген сөз, бастапқыда бұлда кинетикалық энергия бар. Сол энергия жаймен көтеріліп потенциалдыққа кетті. Сонда 20 сантиметр көтеріліп тұрып қалды. Демек, бүкіл кинетикалық энергия мұна бүкіл потенциал энергия
айналып кетті деген сөз. Осы жерден біз энергияның сақталу заңын жазамыз. Мыналардың жалпы массасы, или сразу m қосылған үлкен m көбейтілген v штрих квадрат бөлу 2. Мына оқ кеп тиген кезде қандай жылдамдықпен қозғалғанын пока білмейміз, бірақ сол кинетикалық энергияның барлығы мына 20 сантиметрге көтерілген кездегі потенциалдық энергияға кетіп қалды деген сөз. Сонда мына кинетикалық энергия мына жердегі потенциал энергиямен теңеседі. Бізде барлығы бар, осы жерден v штрихті тауып алсақ болады. Так, мына жерде мына жақша мен мына жақша қысқарып кетеді. Сонда v штрих тең болады. Квадраттан құтылышын түбірге аламыз. 2gh-қа. 2 көбейту жиді жоқтап 10 деп ала береміз. h02. Так, 10-ды 0-ге өтеміз. 2, 4, түбірден ол 2 шығады. Сонда оқ жүкке кеп тиген кезде жүк пен оқ бірге қосылып 2 метр секунд жылдамдық алған екен. Сол жылдамдықпен барып ол 20 сантиметр биікке ғана көтеріле алады екен дейміз. Енді оқ қандай жылдамдықпен келді дейтін болсақ, оқ басында мына жерге ұшып келе жатқан. Мынау кішкентай ғана оқ. Міне массасы m, кішкентай ғана оқ алға қарай келе жатыр. Оқ келе жатқан кезде жүк тыныш тұрған, жүкте ешқандай импульс жоқ, оқтың импульсы бар. Енді соқтығысқан кездегі жылдамдықта, ана 2 метр секунд жылдамдықта біз импульсын сақталу заңымен табуымыз керек. Сонда формула бойынша mv плюс mv, так, 2 ма? Осылай болу керек, бірақ мына жүк тыныш тұрған еді ғой, сол үшін мына жылдамдық бізде 0-ге тең. Сол үшін мынараны біз просто жазбай қойсақ, сразу кімде импульс бар, соны жазыламыз. Мынада импульс жоқ, оқта импульс бар. Енді соғысқаннан кейін екеу бір-бірімен ішіне кіріп кетті мынаның. Сонда жазамыз m қосу m v штрих. Осы жерде маған мына v-ны табу қажет енді. v тең. Так, m қосу m v штрих бөлінген m. Мына екеуін қосқанда 1980 грамм қосу 20 грамм, ровно 2 килограмм шығады. 2 килограмм. Көбейту v штрих 2 метр секунд. Оқтың массасы ол просто 20 грамм. 0,02 килограмм деген сөз. Соны қоямыз. 0,02 килограмм. Қысқарады жауабы сонда. Так, 2 мен 2 кетеді. 0,1, 2, 200 шығады. Метр бөлінген секунд. Сонда оқ 200 метр секунд жылдамдықпен ұшып келіп тиген екен. Соның арқасында ол мына жүкті 20 сантиметр биікке дейін көтеріп жіберген екен деп айтамыз. Осы сабақтағы ең соңғы есебіміз номері 134. Массасы 3 килограмм дене А нүктесінен 10 метр секунд жылдамдықпен горизонтал жіберіліп, H тең 4 метр биіктікте орналасқан Б нүктесіндегі серіппеге серпімсіз соғылады. Сонда серіппеден ажырап кетпей, сол серіппені до конца сығады деген сөз. Серіппенің қатаңдығы 1000 жарымға тең дейді. Серіппенің сығылуы қанша? Сонда 3 килограмм дене А нүктесі сонда жердің бетінен алға қарай 10 метр секунд жылдамдықпен сырғанат жереміз. Суретте көріп тұрмыз, иә. Ол дене бараттағыны жоғары 4 метр биікке дейін сырғанап барып көтеріліп, ары қарай Б нүктесінде тұрған серіппені де серіппеге жетіп, соны сыға бастайды. Енді бұл есепті шығару үшін давайте бірінші белгіні жазып алайық. 134, так, М тең 3 килограмм, В тең 10 метр секунд, H тең 4 метр, G-ді жоқтап 10 деп ала береміз. Қатаңдығы К тең 1000 жарым ньютон бөлім метр. Үйкелісті ескермейміз, және серіппе қанша сантиметрге сығылады деп сұрап жатыр. Дельта X белгісіз. Так, енді есепті қалай шығарамыз? Басында дене А нүктесінде тұрған, ол қай жерде тұр? Жердің бетінде. Демек, А нүктесінде тұрған кезде ода ешқандай потенциалдық энергия жоқ. Біз оған V деген жылдамдық береміз. Демек, А нүктесінде тұрған кезде ода кинетикалық энергия бар. M V квадрат бөлу 2 деген кинетикалық энергия бар. Ол жердің бетінде тұрған, ода потенциал энергия жоқ. Сонда біздің жүйеде жалпы бар энергия осы ғана болды. Одан басқа энергия жоқ. Сөйтеміз тең. Енді ары қарай біз ол жылдамдықты береміз. Ол А нүктесінен ары қарай кетеді. Мына тұрған не дейміз? Так, мынау
сырғанақтың үстіне, анық нүктесінен жердің бетіне тұрған еді. Жоғары қарай сырғанақтың үстімен жоғары көтеріліп барып, Б нүктесіне қарай жетеді. Енді ол жоғары қарай көтерілген кезде ода МЖH деген потенциалдық энергия алу керек. Сонда мына кинетикалық энергиясы бар еді. Б нүктесіне қарай жете бергенде ода мынандай потенциал энергия пайда болды. Мына энергия қайдан пайда болды? Ол мынадан алады. Пока мына энергия көп, мына энергия пока аз. Сонда мына энергияның біраз бөлігі мына энергияға кетеді. Сөйтеді дағыны Б нүктесіне жете бергенде бұл уже 10 метр секунд жылдамдықпен бармайды, ол уже оның жылдамдығы азайып қалады. Сөйтіп сол сәл азырақ жылдамдықпен барып, енді ол серіппені сұға бастайды. Сөйтіп ол өзі тежеліп тоқтайды бір жерге барған. Тоқтаса, демек мына бүкіл кинетикалық энергия таусылады. Сөйтіп ол серіппе сығылады еще. 4 метрге көтерілді, плюс ол баратта мына серіппені сығады. Серіппе сығылғанда ода kx квадрат бөлу 2 деген потенциал энергия пайда болады. Сонда мына потенциал энергия және мына серіппенің потенциал энергиясы ол бағанағы мына дененің кинетикалық энергиясынан алынған болып тұр. Енді бізге мына x-ті табу керек. Енді есепті бұлай шығарсақ, барлық мәліметтер тұр. Сразу сан мәндерін орнына қойып кетесақ, x тең деп жазып отпайық. Масса 3 килограмм, жылдамдығы 10, тең 3 көбейту 10 көбейту h 4-ке тең, g-ға тең, g, плюс k 1500 көбейту дельта x-тің квадраты бөлу 2. Енді ықшамдаймыз. 10-ның квадраты 100, 300 болады, 2-ке бөлеміз 150 тең, 12 120 сонда, плюс 1000 жарымды 2-ке бөлеміз қанша? 750 x квадрат, дельта x квадрат. 120-ны сол жаққа лақтырайық, минус болып өтеді. 30 тең 750 дельта x квадрат. Арғы бетке жазайын. Дельта x квадрат тең. Сонда біз 30-ды 750-ге бөлеміз. 30 бөлу 750. 0,04. Сонда дельта x-тің өзін табу үшін, квадраттан құтылу үшін түбірге аламыз. 0,04-ті түбірге алсақ, одан 0,2 шығады. 0,2 метр. Ол сантиметрмен просто 20 сантиметр деп айтамыз. Сонда біздің серіппеміз 20 сантиметрге сығылады екен деп айтамыз. Осымен сабағымыз аяқталды.